Сәлем баршаңызға, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай витаминге толы, гемоглобинді көтеретін тәтті салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеомды соңына дейін қарап, лайк басып, қолдап кетіңіз. Ол мен үшін өте маңызды. Ендеше салатымызды әзірлеуді бастайық. Осылай алдын ала пісіріп, тазартып алған қызылшамызды видеодағыдай көбіктеп турап алатын боламын. Сіздер өздеріңізге ыңғайлы кез келген пішінде турасаңыздар да болады. Қазір көктем мезгілі болғандықтан, осындай дәруменге бай көкөністерді жеп отырған ағзамызға өте пайдалы. Құрамы да қолжетімді заттардан тұрады. Рецептінің толық ингредиенттер нұсқасын төменгі описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сонда өтіп, қарап жасасаңыздар да болады. Мінекей қызылшаларымызды да турап алды. Енді үстіне алдын ала тазартып алған осылай анарымызды салып, оның үстінен 2 ас қасықтай майонезімізді салып, салатымызды жақсылап араластыратын боламыз. Сіздер майонезді қаймақ немесе йогуртқа алмастырсаңыздар да болады. Дайын болған салатымызды тәрелкемізге салып дастарханға ұсынсақ болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте пайдалы рецепт. Сіздерге пайдалы болдым деген ойдамын, ас болсын. Сіздермен болған Ариана. Достар, видеомды соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Менің арнамда көптеген пирогтар, тәттілер, тіске басарлар және салаттардың рецептілері бар. Арнамды жоғалтып алмас үшін тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, және де жанында тұрған қоңырауша белгісін баса кетуді ұмытпаңыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.